Сәлеметсіздер ме? Бүгін фаршталған духовкада піскен көкөністерді дайындайтын боламыз. Ең алдымен біз баклажанды ортасынан тіліп аламыз. Ортасына дейін тілеміз. Арғы бетіне өтіп кетпеуіміз керек. Сосын баклажанды тұзды суға саламыз. Жарты сағатқа. Тұзды суда тұрған соң оны қызып тұрған майда жай отта екі жағын айналдыра отырып қуырып аламыз. Енді салмасына пияз және мына укроп қызып тұрған майда қуырып аламыз. Фарш, тұз, бұрыш және укроп саламын. Мен қызыл ащы бұрыш кішкене қосып жібердім. Ол видеода түспей қалды. Және помидор салып, суы тартылғанша қуырып аламыз. Ал бұл екінші салма, бұл помидор мен болгар бұрышын ішіне салуға. Асылған күріш, тартылған ет, пияз, тұз, бұрыш салып араластырамын. Енді баклажан міне қуырылған баклажан. Оны духовкаға салатын ыдыстың ішіне саламыз. Баклажанды қызартып қуырып, мінекей ішін осылай жайып шығамыз. Баклажанның ішінде осындай пюре болады, өте жұмсақ, өте дәмді болады. Осылай ішін езіп, ішіне фарштарды саламыз. Жақсылап фарштарымызды салып. Ал екінші жаңағы күріштен жасалған фаршымызды мінекей помидор және болгар бұрыштарына салып, ыдысымызға салып аламыз. Қалған фарштарды осылай дөңгелектеп салдым. Баклажанның үстіне ащы бұрыш, помидор саламыз. Енді ыдысқа бір кесе су, 2 қасық сметана, 1 қасық томат, тұз салып араластырып, ыдысымызға құямыз. 50 минутта духовкада пісіріп аламыз. 5 минут фольгасыз пісірсеңіз болады. Баклажан пюресіне фарш араласып, өте дәмді болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қаймақ немесе өзінің подливасын құйып дастарханға тартуларыңызға болады. Ас болсын. Сіздермен бірге болған тұрсын.